Баршаңызға сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта every сөзіне байланысты жалпы жіберілетін қателіктер туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Каналдан ағылшын тілін үйренуге байланысты пайдалы ақпараттарды таба аласыз. Every сөзі ешқашанда сөйлемде жалғыз өзі қолданылмайды. Бұл сөзді қолданған кезде біз міндетті түрде зат есіммен тіркестіруіміз керек. Бірақ ол қандай зат есім болуы керек? Жекеше түрдегі зат есім бе, әлде көпше түрдегі зат есім бе? Дұрыс жауабы жекеше түрдегі зат есім. Мысалға қарайық. Every decision we make today will impact our future. Бүгінгі қабылдаған әрбір шешім біздің болашағымызға әсер етеді. Every деген сөз әрбір деген мағынаны білдіріп тұр. Және одан кейінгі тіркескен зат есім decision, яғни бұл зат есім жекеше түрде қолданылып тұр. Келесі мәселе, грамматикалық ережелер жекеше түрдегі зат есімге байланысты болуы керек. Бұл нені білдіреді? Бұл етістіктің жекеше түрдегі үшінші жаққа бағынуы керек. Яғни he, she, it деген сөздерге байланысты етістік жасалуы керек. Мысалға қарайық. Every student in the class participates in the group discussion. Сыныптағы әрбір оқушы топтық талқылауға қатысады. Бұл сөйлемнен біз нені байқауымызға болады? Бұл сөйлемде зат есім every student, етістік participate, сөйлем present simple формасында тұр. Сондықтан да біз етістікке s жалғауын жалғаймыз. Келесі мәселе every day немесе everyday. Қосылып жазылады ма немесе бөлек жазылады ма? Жауабы екеуі де дұрыс, бірақ мағыналары әртүрлі болады. Егер бөлек жазылатын болса, each day, яғни әр күн деген мағынаны білдіреді. Ал егер қосылып жазылатын болса, ағымдағы күнделікті деген мағынаны білдіреді. Мысалы, everyday life, күнделікті өмір. Мына мысалға назар аударайық. He learns a new word in a foreign language. Every day немесе everyday. Қай жауап дұрыс? Жауабы every day. Ол күн сайын шет тілінде жаңа сөз үйренеді. Келесі мына мысалға назар аударайық. Cooking has become an everyday немесе everyday task for me since I moved out. Қай жауап дұрыс? Дұрыс жауабы everyday, яғни қосылып жазылуы керек. Көшіп келгеннен бері тамақ дайындау мен үшін күнделікті жұмысыма айналды. Келесі мәселе, бұл екі сөзді қолдану барысында қалай тез ажыратуға болады? Бұл сөздерді біз сұрақ қою арқылы ажыратамыз. Бірінші, every day қашан деген сұраққа жауап береді. Сөйлемде істеу қызметін атқарады. Келесі, everyday сөзі қандай деген сұраққа жауап береді. Сөйлемде сын есімнің қызметін атқарады. Міне достар, осымен бүгінгі видео сабақ өз мәресіне жетті. Бүгінгі берілген ақпараттар түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Егер қандай да бір сұрақ туындаса, пікірге жазып қалдырыңыз. Ал қазірше сау болыңыз.